Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өткен жолы шортста бөліскен видеомның толық нұсқасымен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға бірдей жауап беретін боламын. Жасалу жолы өте оңай және дастархандарыңызда өте әдемі көрінетін болады. Ең алдымен етіміз бен сарымсағымызды ет тартқыштан жақсылап өткізіп аламыз. Етіміз майлы болғаны жақсы, себебі самсамыздан майы шығып өте керемет дәм беретін болады. Тұзымызды, бұрышымызды дәміне қарай қосып аламыз. Жақсылап оны араластырамыз. Менде осындай дайын қамырларды пайдаландым. Сіздер де осы қамырды пайдалансаңыздар болады. Себебі мен тек қана осы қамырды пайдаланамын. Өзіме қатты ұнайды. Және де пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар, себебі самсамыздың майы ағып, протеиндеріңізді өте көп қатты кірлететін болады. Осылай жақсылап жайып аламыз, домалақ қылдырып, етімізді салып, сәйкесінше видеода көріп тұрғандарыңызға етіп өретін боламыз. Қазір мен сіздерге асықпай осылай көрсететін боламын. Бірге жасасаңыздар болады. Видеоның фондағы балалардың даусына мән берулеріңізді сұраймын. Менің қазір бос уақытым осы кез болып отырғаннан кейін, тезірек записімді жазып, видеомды салу керек болып тұрғаннан кейін, ешқандай нәрсеге жағдайға қарамастан жазып отырмын. Бұл да бір естелік болар. Мінекей өліп болдық. Енді осылай начинкасын біркелкілендіріп жібереміз де қағазымызға орналастырамыз. Екінші түрі ракушки десек болады, болмаса хаттама түрі десе болады. Осылай кішігірім салмасын салып аламыз да, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жаймен орайтын боламыз. Бұл түрі өте столда әдемі көрінетін болады. Міндетті түрде осы түрін жасап көрсеңіздер болады. Өте жеңіл жасалады. Мінекей осылай барлығын орап алып, қолымызбен алып, осылай бір-біріне жабыстырып бекітетін боламыз. Және де осы жасалған самсамыздың мейлінше томпақтау қылдырып, яғни қолымызбен қазір көрсетем. Солай жасасаңыздар, томпақ әйбат болып шығатын болады. Осылай қайырып бекітетін боламыз. Міне, осылай томпақ әйбат болып шықты. Осылай тұрғызған күйінде протеин қағазымызға орналастырамыз. Мінекей осындай болып шықты. Осылай төсейміз. Міне бірінші түрімнің қазір асықпай тағы бір рет көрсете кетейін өрілген түрін. Жаймен үстіп қолымызбен баса отырып өрілетін болады. Осылай айландырып көрмей, жалғастыра осылай көрсеңіздер болады деп таста кеткен болатын бұл видеоны кеспей. Және де міне үшінші түрін как конвертик ретінде домик сияқты. Осылай ең қарапайым түрі ғой, бірақ бұл да өте әдемі көрінеді мейлінше. Жаңағы үш түріңізді қойып, жанына блиніңізді қойсаңыздар болады. Одан кейін барлығын жасап алғаннан кейін жұмыртқамызды жарып, бетіне жағып, кунжутпен себетін боламыз. Болмаса егерде сіздерде мак болса, макпен сеуіп әсемдесеңіздер болады. Ол да өзінің бір ерекше дәмін беретін болады. Мен өзім кунжутты пайдаландым. Осылай жағып алып, әйбатлап барлық жеріне тиетіндей ғып, сол кезде самсаларымыз сарғыш, әдемі күшті болып шығады. Мінекей осылай кунжутымызды аямай сеуіп жібереміз. Және де духовкамызға 180 градуста 35-40 минутта немесе 30 минутта піскетуі мүмкін. Ол сіздердің духовкаларыңызға байланысты болады. Менде әсел пеші, менде шамамен 35 минут аралығында осындай болып шығады. Қазір көрсетемін. Мінекей осындай болып шықты. Өте қатпарлы, дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Бай Мадиока.
прошлое